Кәсіптің жоғарыға өрлеуі, масштабқа шығуы бәрі командаға байланысты. Бұл жақта тек қана дұрыс кадр табудан бөлек, оны заң бойынша дұрыс оформлять ету, сол кадрдың сізбен бірге ұзақ уақытқа қалғаны, жауапкершілігі жақсы болғаны, заңдық тұрғыдан инструменттерге, қағаздарға да байланысы бар. Біздің қазіргі нарықта болып жатқан хищение на рабочем месте, кассадан ақша ұрлау, бизнестің бүкіл ішкі кухнясын бәрін, бизнес моделін бәрін біліп алып, конкуренция болуы, то есть тура сіздікіндей кәсіпті сотруднигіңіз копировать етуі, сондай-ақ сотрудниктардың бір күн жұмысқа шығу, бір күн жұмыстан қала салу, клиентский базаны ұрлау деген мәселелердің барлығы договормен, заңдық құжаттармен бәрінің шешімі бар. Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Әр сотрудник сіздің компанияңызға келген кезде, ол ең бірінші собственниктің серьезный подходын, грамотный подходын сезіну керек. Ол не арқылы проявляция етеді? Ол сіздің ұсынып отырған құжаттарыңыз арқылы проявляция етеді. Ол ең бірінші, сіздің бірінші воронка наймадан өткеннен кейін собеседование, тестовое задание, стажировка бәрін өткеннен кейін сіз шешім қабылдадыңыз. Осы адамды жұмысқа аламын деп. Сіз не істейсіз? Сіз форматын таңдайсыз. Екі форматта сотрудникті оформлять етуге болады. Ең біріншісі ол трудовой договор, еңбек шарты. Еңбек шарты бойынша сізге еңбек кодексі көптеген возможностьтар беріп қойған. Ол не? Жаңағы біздің жоғарыда айтып өткен мәселелердің барлығы еңбек кодексімен шешіліп қойған. Еңбек шартымен оформлять еткен кезде сіз жұмыс беруші ретінде, а сіздің сотруднигіңіз жұмыскер ретінде арнайы базада еңбек.kz деген порталда тұрады. Еңбек шартымен бірге сіз сотруднигіңізға не ұсынасыз? Еңбек шартында бізде базовый нәрселер жазылып тұрады. Должность, зарплата, график работы, место работы, адрес работы бәрі жазылып тұрады. Трудовой кодекстағы құқықтары мен міндеттері. Одан кейін екінші ең маңызды құжат ол соглашение о полной материальной ответственности. Ол не деген сөз? Сіздің сотруднигіңіз келіп, жұмысқа тұрған кезде, сіз мысалы ноутбук берсеңіз, рабочий телефон, кассаға доступ берсеңіз, сіздің сотруднигіңіз заң алдында, сіздің алдыңызда сол материалдық құндылықтардың барлығына жауапкершілік алады. Егер мына ноутбук сынып қалатын болса, жоғалып қалатын болса, сіз зарплатадан ұстауға құқығыңыз болады. Тура сондай, бұл мелкий заттар. Сіз тауарға доступ беретін болсаңыз, складтың кілтін беретін болсаңыз, ақшаны наличкамен принимать ететін болса, осындай жағдайлардың барлығында сотрудник заң алдында жауап береді. Ол қандай жауапкершілік? Ол уголовный ответственность. Егер сізге добровольный компенсация бермейтін болса, оның кінәлі екендігі 100% құжатпен, аудитпен подтверждация етілсе, ол хищение на рабочем месте уголовный статья болып табылады. Сондай жауапкершілікке дейін жеткізуге болады. Бұл сізге не береді? Сіздің компанияңызда хищенияға жауапкершілік бар. Сіздің басқа сотруднигіңіздарға ол пример болып үлгі ретінде көрсетіледі. Басқа сотрудниктарыңыз ондай іс-әрекеттерге бармайтын болады.